Қайырлы күн. Бүгінгі біздің мастер-классымыз корпусты компьютер Orskill стандарттарына сай D модулі бойынша корпусты компьютер жасау технологиясын үйренеміз. Яғни біз ол үшін ең бірінші біз салмасын жасап аламыз. Салмасына бізге 100 грамм клевей және де 100 грамм қара шоколад қажет болады. 100 грамм клевейді ысыту арқылы бұл индукционный плита деп айтылады. Бұл индукционный плита бізде тек қана белгілі бір ыдыстармен ғана жұмыс істеу процесіне қара шоколадымызды салып ерітеміз. Салмамыз дайын. Салмамызды кондитерлік мешокқа құйып 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Келесі салма жасау әдісін Orskill чемпионатына дайындалып жатқан студентім Жолбаева Дана көрсетеді. Бірінші сізден аламыз. Біз ақ ганажын жасайтын боламыз салмасына. Мұндай 40 грамм сізге және де оны қыздырып аламыз. Және де оған ақ шоколадымызды саламыз. Араластырып үйретіп аламыз, иә? Шоколадты еріткен кезде өте төменірек температураны алып керек. Біз білеміз, иә? Төменгі температураны алып еріткен кезде шоколад күйіп кету процесіне өте жақын болып келеді. Сол себептен өте төмен температураны алып ерітеміз. Ганажымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз, иә? Енді екінші салмамызды дайындайтын боламыз. Ол мангомен болатын болады. Мангомызды глюкозамен бірге қайнатып аламыз. Иә. Өте төмен температурада. Және де ол қайнағанға дейін біз ақ шоколадымызды алып, микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Біз мангомызды қайнатып алдық. Осы мангомызды блендерға салып, біз формасына келтіреміз. Және де оған жаңағы ерітілген ақ шоколадымызды саламыз. Және де оған 5 грамм, 7 грамм майымызды саламыз. Осының бәрін өзінің консистенциясына келтіреміз. Біз керекті консистенциясына жеттік, оны аламыз. Шоколадты ганажбен бірге үйлесімге келтіріп, корпусты компьютеріміздің ішіне. Келесі біздің студентіміз Исайкина Евелина Orskill чемпионатына дайындық бойынша D модулі бойынша өзінің корпусты компьютер жасау технологиясын көрсетеді. Ол бізде ең бірінші фисташковый паста бойынша, яғни малина салмасы бойынша жұмысын атқарады. Нам понадобится 50 грамм сливок. Сюда мы добавляем 1 чайную ложку глюкозного сиропа, и 30 грамм фисташковой пасты. Все это мы будем перемешивать. После того, как все ингредиенты растаяли, добавляем шоколад. Здесь у нас 100 грамм шоколада. И хорошенько перемешиваем.
30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Яғни бұл бізде фисташкалық паста. Ақ шоколадты қосу арқылы және де малина пюресімен бірге ендіру арқылы жасалынады. Бірге үйлесімді келтіреді. Бұны 30 минутқа тоңазытқышқа қоямын. Ал сен малинамен жасау процесін айтып кетеді. Для малиновой начинки нам понадобится малиновое пюре. Сперва мы его забьем. Блендерімізден алып, малинамызды ыдысымызға салу арқылы қайнатамыз, оны. Теперь кладем в малиновое пюре глюкозный сироп. 1 столовую ложку. Крахмал 1 чайную ложку. Оны араластырып, индукционный плитаға қоямыз. Также добавляем столовую ложку сахара. И ставим на плиту. И в течение 2 минут доводим до загустения. Ішіндегі глюкозасына байланысты ол өте қоюды консистенцияға түседі. Және де ең соңында дәндерінен сүзіп аламыз. Ол бізге өте пюре консистенциясына түсіп, бізге салманың орнын басады. Корпусты конфеттермен бірінші жұмыс істеу мақсатында біз ең бірінші какао масламен бірінші қабатын қаптап аламыз. Корпусты конфеттермен жұмыс жасау мақсатында. Бірінші какао масланы аламыз. Әртүрлі түстер қосу арқылы ақ түс, әртүрлі түстер қосамыз. Ақ түс бізге керек болады. Және де сары түс қажет болады бізге. Бұл краскалар майда еритін краскалар, және краскалардың түрлері әртүрлі болады. Майда еритін және суда еритін бояулар, бояғыштар болып бөлінеді. Барлығын кезек-кезек ертіп аламыз. Және де 26-27 градуста біз өзіміздің формамызды қаптау арқылы біз әркім әрлеу процесіне, яғни корпусты конфеттерді әрлеу процесіне, орский стандарттарына, яғни тематикаға сәйкес болу керек. Ал қазіргі кезде біз өзімізге ұнайтын жағдайда өзімізге қажетті әрлеу процесіне кірісеміз. Істеу температурасы бізде 25-26 градус, 27 градусқа дейін. Какао масламызды компрессорын құю арқылы дайындап аламыз. Біз кондитер мамандығы тек қана егер сен суретші болсаң, мамандығын кондитер өнімдерді шығаруға сен икемің келеді. Себебі сату мақсатында маркетинг дейміз ғой, сол мақсатта ең бірінші торт болмасын, әртүрлі конфет өнімдері болмасын, ең бірінші біз түсіне, яғни бет әлпетіне қарайды. Сол себептен ең бірінші әрлеу процесін жүргізуіміз, ол ең бірінші мақсатта қойуымыз шарт. Енді компрессормен какао масламызды кішкене ішіне құйып аламыз. Формамызға какао масламызды әрлеп жасап алдық өзіміздің әрлеуімізді. Енді біз шоколадты темперирлау процесіне кірісеміз. Ол үшін әр шоколадтың темперирлау процесі әртүрлі болып келеді. Мысалы, қара шоколадтікі 42-43 градусқа шейін ысытып, одан кейін 28-29 градуста қалдыруымыз керек. Ал енді ақ шоколадтың темперирлау әдісі бұл тамшылап темперирлау әдісімен көрсетемін мен сіздерге. Ең бірінші біз
46 градусқа дейін ертіп аламыз. Одан кейін оны 23-24 градусқа шейін температурасын төмендетеміз. Одан кейін оны қайтадан 27-26 градусқа дейін температурасын жоғарылатамыз. Яғни 27-28 градуспен де жұмыс істеуімізге болады. Темперирлау әдісі не үшін керек? Темперирлау әдісі қолмен ұстаған кезде еріп кетпеу мақсатында және де тұтыну барысында белгілі бір процесінде тез еріп кетпеу мақсатында біз қолданамыз. Шоколадымыз 45-46 градусқа шейін ертіп алдық, яғни градусын тексердік. Енді біз оны тамшылау процесі бойынша 25-26 градусқа дейін суытамыз. Міне шоколадымыз 25 градусқа дейін суыттық. Енді шоколадымызды ары қарай 28-29 және 30 градус аралығында жұмыс атқару процесіне дейін жылытып, ерітіп шоколадымызды жұмысымызға кірісе береміз. Шоколадымызды 29 градусымызға жеткіздік. Енді біз шоколадымызды ары қарата жұмыс істеу процесіне кірісеміз. Ол үшін біз кондитер құйып алып. Енді мен шоколадымды кесіп алып, формамды толтырамын. көрсететін боламын. Ол мраморлық тақтада немесе өндірістік стильде қолданылатын болады. Бұл 300 грамм қара шоколадымызды алып, біз 49 градусқа дейін ерітіп алуымыз керек. Біз бұны 49 градусқа дейін жылытып алдық. Енді ары қарата темперированияның әдісін көрсетемін. Енді біз темперированияны аяқталдық. Бұл 28 градусқа дейін жеткізіп суыттық. Енді қайтадан өзінің рабочий температурасына 31 градусқа келтіреміз. Шоколадымыз өзіміз темперированиясына келдік, 31 градусқа дейін. Енді оны конфетімізге құямыз. Конфетіміздің формамызға естіп қойып шығамыз. Önümüz dayın. Yani şokolatlı korpusta konfiterde Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, корпусты конфеттерді әртүрлі салмалармен бірге екі салманы үйлестіре отырып, мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Қош сау болыңыздар.
on the project.